Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің берген ақпаратым сіздерге пайдалы болып жатса, қоңыраушаны басып тіркеле отырыңыздар. Пайғамбардың ұйықтау және ұйқыдан тұру әдебі туралы айтатын боламын. Пайғамбар оған Алланың игілігі және сәлемі болсын. Бізге көрсетпеген бірде-бір игілік жоқ. Ол жәннат қақпасына жетелейтін ешбір жолды беймәлім қалдырмады. Бізді шақырмаған және бақыттамаған бақытқа, шаттыққа себеп болатын нәрсе жоқ. Және ол біздің ояу кезде де, ұйқыда да, намазда да, қызметте де Аллаға ұнамды амал жасауымызды тілеп, ең керемет әдептерді үйретіп кетті. Тіршіліктің әрбір сәтін құлшылыққа айналдыруға болады, ал құлшылық өмірлік мақсат. Алланың ұлы мұғжизаларының бірі. Адам екі негізгі қалыпта болады. Бірі ұйқыда, бірі ояу. Күн мен түн секілді алма-кезек ұйқы уақытымыз бен өмірімізге қожайындық жасайды. Пенде өмірінің 1/3 бөлігін ұйқымен өткізеді. Шектен тыс көп болса да, аз болса да ауруға шалдығамыз. Сол себепті ұйқыны да адамға пайдалы етуге, құлшылыққа айналдыруға себеп болатын сүннеттер бар. Бұл сүннетке еру сауапқа жетелейді, яғни ұйқы қанық болса намазымыз, оразамыз дұрыс атқарылады. Түрлі дұғалар арқылы жаман түстер, шайтанның уәсуасынан қорғаламыз. Ерте ұйықтау. Әбу Барза, оған Алла разы болсын, пайғамбардың құптан намазға дейінгі ұйқыны және құптан намазынан кейінгі бос сөздерді ұнатпағандығын айтады. Бұхари, Мүслим. Ұйқы алдында үтір намазын оқу, түннің соңғы бөлігінде тұра алмай қалудан қорыққандар үшін. Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, баяндайды. Сүйікті пайғамбар маған 3 нәрсені өсиет етті. Әр айдың 3 күнінде ораза ұстау, 2 рәкат дұға намазын оқу, ұйықтамас бұрын үтір намазын оқу, отты сөндіру, ыдысты жабу, есікті құлттау. Жабирден, оған Алла разы болсын, ұйқыға жатарда шырақтарды сөндіріңдер, есіктерді бекітіңдер, мес пен торсықты бүркеңдер, ас пен сусынның бетін жабыңдар. Басқа хадистерде ұйқыға жатарда үйлеріңде жағулы от қалдырмаңдар. От сендердің жауларың. Сондықтан өздеріңді қорғау үшін ұйқы алдында сөндіріңдер делінген. Майлы ас жеген соң қолды, ауызды жуу. Алла елшісі кімде-кім майлы жуылмаған қолмен ұйықтап қандай да бір ауруға шалдықса, өзін ғана айыптасын деген. Дәрет алу. Бара ибн Азибтан, оған Алла разы болсын, пайғамбар маған ұйқыға жатар болсаң, намазға дәрет алғаныңдай дәрет алып, сосын оң жағыңмен жатта. Уа Алла, жүзімді саған бағыштадым, ісімді өзіңе тапсырдым, және сауабыңды үміт етіп, әрі азабыңнан қорқып, арқамды саған сүйедім. Өзіңнен басқа сенен паналар, қашып құтылар мекен жоқ. Уа Алла, түсірген кітабың мен жіберген пайғамбарыңа иман келтірдім. Уа Алла, түсірген кітабың мен жіберген пайғамбарыңа иман келтірдім деп айт. Егер сол түні өлсең, туылғандағыңдай пәк қалпыңда боласың. Бұларды сөздеріңнің соңғысы ет деп айтты деген. Оң жақ бүйіріңе жату. Алла елшісі ұйқыға жатқанда оң жағына бүйіріне жатып былай дейтін: Я Алла, өз нәпсімді саған бойсұндырдым және ісімді өзіңе тапсырдым, әр жүзімді саған қараттым және сауабыңды үміт етіп, әр азабыңнан қорқып, саған арқа сүйедім. Сенен қашып, өзгеден пана табу мүмкін емес. Тек саған қашып, өзіңнен ғана пана тілейміз. Түсірген кітабыңа, әрі жіберген пайғамбарыңа иман келтірдім. Бетті қолға қою. Алла елшісі түнде төсекке жатқанда бетін қолына қойып: Я Алла, сенің есіміңмен өліп, ұйықтап, сенің есіміңмен тірілемін, оянамын дейтін. Төсекті сілку және Алланы еске алу. Әбу Хурайрадан, сендердің біреуің ұйқыға жатқыларың келсе, киімнің ішкі жағы мен төсегін қағып сілкісін де бисмиллах деп айтсын, себебі оған төсегінің ішінде не бар екендігі беймәлім. Ұйқыдағылардың бөлек жатуы. Пайғамбар балаларыңа 7 жастан бастап намаз оқуды бұйырыңдар, ал 10 жастан бастап оқымағаны үшін ұрыңдар, және оларды төсекке бөлек жатқызыңдар деген. Айта кетейік, бұл жерде ұру деген шектен тыс, күш көрсету дегенді меңземейді, және ата-ана баласына 7 жасында намаз оқуды бұйырмаса,
10 жасында да талап ете алмайды. Ал хадис барлық ересектерге қатысты. Яғни екі ересек еркек немесе екі ересек әйелдің бір-біріне жақын бір көрпенің астында ұйықтамағаны жөн. Ішпен жатпау. Бірде мен ет бетіммен мешітте жатқан кезімде кенет бір адам мені аяғымен түртіп, расында Алла бұлай жатқанды жек көреді деді. Мен жоғары қарасам, ол адам Алла елшісі екен. Басқа хадисте бұл тозақтықтардың жатысы делінген. Зікірлерді, дұғаларды ұмытпау, себебі Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алланы еске алмай ұйықтаған адамды Алла жазалауы мүмкін деген болатын. Аятул Күрсіні аяттың аяғына дейін оқыған адамға Алла тарапынан бір қорғаушы қасында болып, таң атқанша шайтан еш жақындай алмайды. Сондай-ақ пайғамбар жатар кезде Ықылас, Фалақ, Нас сүрелерімен дем салған. Хадисте кім Бақара сүресінің соңғы 2 аятын түнде оқыса, оған жеткілікті, яғни барлық жамандықтан сақтауға жеткілікті делінген. Басқа ғалымдар шайтанның жамандығынан сақтауға жеткілікті, адамдар мен жындардың жамандығынан сақтайды деп тәпсірлеген. Тіпті сахабалар ақыл есі бола тұра ұйқы алдында Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқып жатпаған адамды көрмедім деген екен. Фатима анамыз, оған Алла разы болсын, Алла елшісінен қол дерменге шағым айтып қызметші сұраған кезде, мен сендерге сұрағандарыңнан да қайырлы нәрсені айтайын ба? Ұйқы алдында 33 рет Субханаллах, 33 рет Алхамдулиллах, 34 рет Аллаху Акбар деп айтсаңдар, бұл сұрағандарыңнан да қайырлы деген. Ұйқы алдында оқылатын басқа да дұғаларды мұсылман қорғаны кітапшасындағы 104-ші беттен бастап қараңыз. Ұйқыдан тұру әдептері. Түнгі намазға тұрған кісінің дұғасы қабыл болуы үшін пайғамбарымыз былай деген: кімде-кім түнде оянып Алла тағаладан басқа ешбір тәңір жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ, бүкіл билік оған тән, әрі барлық мадақ, мақтау оған лайық. Оның күш құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Барлық мақтау, мадақ Аллаға тән. Алла пәк, Алладан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ. Алла ұлы, Алла тағаланың күш қуатынан асатын ешқандай күш қуат жоқ деп Алладан кешірім сұраса, яки дұға қылса, дұғасы қабыл болады. Егер дәрет алып намаз оқыса, намазы қабыл болады. Ұйқыда тұрғанда айтылатын дұға: бізді өлтіргеннен соң қайта тірілткен Аллаға шүкір, әрі біз оған қайтушымыз. Яғни бұл жерде ұйқы кіші өлімге теңеліп тұр. Мисуак қолдану. Әбу Хузейфа, Алла разы болсын, былай деді: Алла елшісі ұйқысынан тұрғанда ол әрдайым аузын тіс тазалағышпен тазалайтын. Айша оған Алла разы болсын: әдетте біз Алла елшісіне тіс тазалағышпен дәрет алуға су дайындайтынбыз. Ал Алла оны өзінің қалаған уақытында ұйқысынан оятатын да, ол сол тіс тазалағышты қолданып, тісін тазалап, дәрет алып, намаз оқуға кірісетін. Дәрет алу. Қайсы бірің ұйқысынан оянса, қолын 3 рет жумай тұрып, ыдысқа батырмасын. Өйткені ол қолының түнде қайда болғанын білмейді. Сендерден біреу ұйқысынан тұрып дәрет алса, 3 рет мұрнын қағып тастасын. Өйткені шайтан түнді оның танауларында өткізеді. Тіл ғалымдары хадистің арабша мәтініндегі хайшум, танау сөзінің мағынасы жайында түрлі пікірлер айтқан. Біреулері бұл мұрынның кеңсірігі десе, тағы біреулері ол мұрынның өзін білдіреді деп санаған. Бұл хадиске қатысты шайтан шынымен де мұрынның кеңсірігінде түнеп шығады деген пікір бар. Ал өзге бір пікірге сүйенсек, бұл бейнелі сөз. Оның негізі түнде мұрынға сіңбірік жиналып адамға қиындық тудырғаны үшін шайтан бұған қуанады деген саяды. Бүгінге берген ақпаратым осымен аяқталды. Сіздерге пайдалы болып жатса, қоңыраушаны басып тіркелеп отырыңыздар.